Тағы да сәлем. Келесі видеоны бастамас бұрын кішігірім жарнама жасап өтейін. Жайық скулға және едігеге. Жайық скул командасы, бұл Жайық командасы жалпы шығармашылық жастар буыны көптеген бағыттарды қамтиды. IT мен қатар ауыл шаруашылықта бар, подкасттары бар. Подкасттары осы біздің регионда Apple подкастта нөмірі 1-ші тұрады. 67% қазақша контент, одан кейін орысша, одан кейін ағылшынша да түсіреді. Сол жері ұнады маған. Мен өзім ең бірінші көрген подкасттан бірден мықты әсер алдым. Жақсы деңгейде түсірген ұнады. Нұрзат пен Арафат Нұрлақов екеуінің сұхбаты. Жас мамандарды үйрететін проект бар. Толығырақ өздеріңіз тауып алып қарасаңыздар болады. Жалпы ұнады деп қана айтайын. Жастар болғасын, бұларда енді күш көп, жалын көп, шығармашылық шабыт көп дегендей, әрбір подкастқа бір вау-эффект шығаратындай қылып күш салып жұмыс жасайды. Мына таплинктан басқа да каналдарына ссылкалар тауып алсаңыздар болады. ВК, Twitter, LinkedIn, TikTok, Telegram, Instagram барлығы бар екен. YouTube'да да. Мен барлығын бірдей қолдана бермеймін. Сол жерде барлығын қарап шыға алмадым. Дегенмен де кішігірім таныстығымыз басталып кетті Жайық командасымен. Егер ұтымды екі жаққа да жақсы жағымды келіссөздер жүргізе алсақ, мүмкін бірігіп кететін де шығармыз. Әзірге осы Жайық скул. Едіге Радолдан инстаграмы, ол өзінің жеке инстаграмы, бұлай профессиональный кодтар көріп қалатын шығармыз жақын арада. Мен өзім байқамадым. Мен айтқым келетіні, мұнда Едігенің канал орнатуға салған үлесі қатты ұнады. Қарап тыңдап оқып шықтым. Фейсбукта да өзі жіберген ссылкаларын мынандай жерге шығарыпты деп. СМИ, бұқаралық ақпараттар құралы. Байқадам ауылында интернет болмаған, заңды түрмен тиісті орындарға өтініштерін жазып, ақырында өтініштері жақсы қарастырылып, нәтижесінде алған қалаумен интернет орнатылған екен. Ауылдарына мықты жетістік деп ойлап бұйырған. Жақсы. Енді нақты видеоға кірсек, оқу.kz фронт деп ашып қойдым. Проектті GitHubқа бастамасын салып қойдым. Коммиттер жазып отырам. Сұрақтар болса сұрап отырсаңыздар болады. Бірақ та жалпы тым төменгі деңгейдегі сұрақтарға жауап бере алмайынша, уақыт көп жоғалып кетпес үшін. Сол себепті осы менің жұмыс істеп жатқан деңгейіме жақын сұрақтар болса ғана жауап беруге дайынмын. Осы бір айналымда, бірінші айналымда бізге Едіге екеумізге көп созбай тез проектті көтеріп тастау керек. Бас аяғы бір көп болса 10 күн кету керек шығар бұған. Көп болса. Енді осы сайтта жасағанда, міне кодым, ана жерде мынаны бүйтіп ашатын болсаңыз, әрқайсының ішінде біраз код бар. Бірақ та мынаның барлығын жасап жатуға мен 1 минутта күшін салмадым. Дайын құралы бар, CLI деген. CLI, так, оның расшифровкасы қалай екен? Интерфейс командные строки. Command line интерфейс дейді. Мысалға, мен командный строкада өзімде yarn орнатылған, npm, node.js орнатылған, yarn, create, next tab деп, оқу.kz front деп берсем, қалған барлығын CLI өзі жасап береді. Керек нәрселер сұрап алады, міне сұрақтар қояды. Project name, проекттің атын енгіз дейді, қай тілде жазасың дейді. JavaScript па, TypeScript па деп, мен JavaScript деп таңдадым. Packet менеджері қандай болады дейді, yarn деп. UI framework қандай, Bootstrap View, сосын тағы бір айтатын не бар. Негізі мынаның әрбіріне жеке тоқталып ұзақ көңіл бөлсек болады. Пока что қысқаша ғана көрсетіп, кім түсініп үлгерсе үлгерді, үлгермесе
кейін екінші кругта сұрақтарыңызға толыққанды жауап бере беремін. Әзірге ары қарай кеттік. Мынау оқу KZ фронттың бірінші беті және жалғыз беті. Басқа ешқандай бет қосылмаған. Индекс қана тұр осылай. Мынау Next.js-те мен жаңа қарасаңыз CLI-де қандай EM фреймворк керек дегенде Bootstrap View таңдағам. Сол себепті мына сайттың да ссылкасын қазір видеоның астына қоя салайын, описаниесіне. Bootstrap деген жалпы жақсы, көп нәрсені жеңілдетеді, UI фреймворк көп нәрсені адам уақытын алатын нәрсені қысқартып дайындап берген. Мысалға, кнопкаларды қарасаңыз, міне әдемі кнопкалар шығарып қойған. Карта, календарь керек болса, міне әдемі календарь, тағы не керек? Модальный окнулар, басып қалса модальный окно шығатын. Егер мынаның барлығын мен таза HTML, JavaScript-пен жасасам, жасай алатын шығармын деп ойлаймын, бірақ мынандай әдемі қылып, осылай күшті қылып шығару үшін көп уақыт мен күшім кетуші еді деп ойлаймын. Әзірге осы. Қазір ең бірінші кезекте мына жерде navbar бар. Міне дайын меню. Коды мұнда тұр. Осыны алып өзім проектіме қоя салам. Соны қойған кезде келесі видеода түсіндіре шығармын. Жақсы, ең бірінші логин бет және регистрация, стандартты түрде аутентификацияны реализовать етеміз. Жақсы, рахмет.